Сәлем достар, инстаграмнан үнемі осы қытырлақ тауық аяқтарын көріп жегім келіп жүретін. Бүгін бірінші рет істеп жеп көрдім. Өте қатты көңілімнен шықты. Ол үшін ең алдымен картошкаларымызды турап, су құйып пісіріп аламыз. Қызып тұрған тапаға сұйық майымызды құйып, тауық аяқтарын қып-қызыл қылып бірінші қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, кішкене су құйып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Тауық аяқтар піскенше. Піскен картошкамызға кішкене сары май салып, жақсылап бірінші езіп аламыз осылай. Сыр, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып алдым. Тауық аяқтарынан осылай етінен сүйегін ажыратып алдым. Сүйегін тастап жүрмеңіздер, керек болады. Барлығын осылай араластырып, домалақтап аламыз алдын ала. Сосын өзінен қалған сүйегін ортасына қойып домалақтап аламыз. Алдын ала қызып тұрған тапаға сұйық майымызды құйып қыздырып аламыз. Жұмыртқаны жарып алып, бірінші ұнға, сосын жұмыртқаға, сосын панированный сухариге аунатып алып, қызып тұрған тапада 1 минуттай қуырып аламыз. 1 минутта осындай қып-қызыл қылып менде қуырылып шықты. Сонымен өте дәмді қытырлақ тауық аяқтарымыз дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт мына WhatsApp лүпіл басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер.